Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазір бізде сауатташу сабағы. Тақырыбы ұлттық тағамдар, әліпби, оқу мақсаттары, тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту, берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту, сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту, бағалау критерийі. Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады. Нақты сөйлеу арқылы мәселені түсінгенін көрсете алады. Шағын видеоны тамашалаймыз. Ал енді балалар оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқыңдар. Мәтінді түсініп оқығаннан кейін мына 4 сұраққа жауап берулерің керек. Бірінші сұрақ: наурыз қандай мереке? Наурыз көже қалай жасалады? Наурыз көже саған ұнай ма? Сен рецепт жаза аласың ба? Балалар, рецепт деген сөзге басты назар аударамыз. Сендердің оқулықтарында рецепт деген сөзге анықтама берілген.
Соны оқып, назар аударыңдар. Оқып болсаңыздар, наурыз көженің рецебін даярлауға кірісейік. Ол үшін наурыз көжеге қажетті заттардың суреттерін табайық. Оқулықтан наурыз көже неден жасалады, қандай заттардан жасалады, соны табамыз. Ал ендеше оқушылар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Екінші жаттығуға қараймыз. Ұлыс оң болсын, ақмол болсын. Наурыз мерекесі молшылықты білдіреді деген сөйлемді дәптерге көшіріп жазамыз. Ал енді балалар, 4-ші жаттығуға назарымызды аударамыз. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Наурыз келді, тойлаймыз, шаттанамыз, ойнаймыз. Дастархан үсті сәнді екен, наурыз көже дәмді екен. Осы өлеңді қатесіз көшіріп жазамыз. Ал біздің сабағымыз соңына жетті. Енді балалар, күлкашар арқылы біз сабағымызды қорытындылаймыз. Егер сабақты түсінсеңдер, күліп тұрған күлкашарды жіберіңдер. Ал егер орташа түсінсеңдер, ойланып тұрған күлкашарды жіберіңдер. Ал егер ештеңе түсінбесеңдер, мұңайып тұрған күлкашарды жіберіңдер. Үй жұмысы 3-ші жаттығу.